Құрметті көрермендер, бүгін Англияның футбол ошағына айналған әйгілі Уэмбли стадионынан влог түсіреміз. Vanarama Nations League промоушн финалы болады. Ағылшын футболын түсінем деген адамдарға тек қана Ағылшын премьер-лигасын ғана емес, одан да төмен дивизион ойындарын көрген өте маңызды. Біз сол себеппен бүгін осы 5-ші лиганың промоушн финалына келіп отырмыз. Жалпы Ағылшын футбол лигаларының жүйесіне келетін болсақ, ең жоғарғы дивизион ол Ағылшын премьер-лигасы. Ол екінші жүретін чемпионшип, кейін 3-4 деңгейде лига 1 мен лига 2. Осы жоғарғы 4 дивизион бізде кәсіпқой футбол лигалары құрайды, және де олардан төмен кеткен барлық лигалар жартылай кәсіпқой немесе әуесқой клубтардан құралған. Бүгін болайын жатқан ойын осы 5-ші дивизиондағы, яғни Nations League-тағы промоушн финалы. Because they're massive, Solihull are massive everywhere we go. Solihull are massive everywhere we go. Hopefully they win. We beat Bromley 2-1 in the cup final. Don't know, maybe. Up the balls! My cousin is a gaffer at Solihull Moors. He's going to take him into the next level, mate. Hopefully. Moors going up. Moors going up. Yeah, baby! Andy Wing, Andy Wing, Andy Wing! Бүгін біздің алған билеттеріміз ол Club Wembley деп аталатын арнайы VIP орындар. Және де ол жерде билетте айқын жазылып тұр No Club Colors дейді. Бұл дегеніміз осы бүгін ойнайын деп жатқан қос команданың жейделерін немесе фанаттық атрибутикасын киюге тыйым салынады. Яғни бұл нейтралды зона. Нейтралды зона болғанымен енді Лондонда тұрып жүргендіктен осы бүгін ойнап жатқан Бромли командасына кішкене бүйрегіміз бұрып тұр. The league makes a massive difference. Class as an English football team in the EFL. You're saying as one of the big dogs. Yeah, when it comes to video games, Bromley will be the team. Everyone will be picking Bromley. Арсенал командасының жанкүйерлеріне тағы бір қызықты факт. Бромли командасының сапында ағылшын аңызы Денис Беркхэмнің ұлы Митчелл Денис Беркхэм ойнайды. Жанкерлері. Міне құрметті жанкерлер, Solihull есептен ескертілді, есеп 1-1. Қараңыздар шынына қонақ жанкерлер қуаныштарына шегі жоқ. Міне есеп 1-1. Керемет гол. Бесінші лиганың ойыншысы Уэмблиде гол салу. Астаған құрметті жанкерлеріне Solihull командасы есептен естірді, қараңыздар. Не деген рух, не деген теңестірі. Қанша қонаққа келген жанкерлер. Экстра таймның нәтижесі бойынша есеп әлі де 2-2, енді арқара пенальти сериясы болады. Жалпы Уэмблиде пенальти тебу ол әркімде қолына келе беретін нәрсе емес. Естеріңізде болса, 2020 жылы Евроның финалы Англия мен Италия осы Уэмблиде өткен болатын. Жергілікті ағылшын командасы сол кезде пенальти сериясынан ұтылып қалған еді. Сол кезде Букайо Сака сияқты ойыншыларды бар жанкүйерлер қысым көрсетіп еді. Қазір Бромли гол салса, Бромли екінші лигаға өтеді. Деп жатыр. Және де гол!
Құрметті көрермендер, осымен біздің бүгінгі влогымыз аяқталды. Осы видеомен бөлісіп, сақтап, лайк қойып, арнамызға, YouTube арнамызға, Instagramға жазыла отырыңыздар. Келесі қай ойындар, қай стадионды түсірейік, комментарийға жазып кетіңіздер. Міндетті түрде барып түсіреміз.